Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді лимон қосылған десерттің жасалу жолын ұсынамын. Дәмі тіл үйіретін десертті сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға суды құямыз. Лимонның шырынын құямыз. Сонан соң қантты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да десерттің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Крахмалды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң қоюландырған сүтті құямыз. Жұмыртқаның сарысын араластырып құямыз. Лимонның қабығын үккіштен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте қатты отқа қоямыз. Қайнағанша араластырып тұрамыз. Қайнағаннан кейін тағы да қоюланғанша 1 минуттай араластырамыз. Сонан соң отымызды өшіреміз. Сары майды саламыз. Толықтай ерігенше жақсылап араластырамыз. Осымен десертіміз дайын. Әдемі ыдыстарымызға құямыз. Сонан соң тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа салып қоямыз. Мінекей достар, өте дәмді лимон қосылған десертіміз дайын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Дәмі тіл үйіретін десертті сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.